سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ayetade İsra suresinde sonda Allah Teala öz kulunda Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Meşid Haram'ın tünde Baytul Maqdis Palestina Mescid-i Aksa'ga bargan sayahat kıldırgan Allah Teala subhanahu oğan özümüzün ayetlerimizde belgilerini көрсету үшін, anık ayet belgilerini көрсету үшін. Расында ол Allah Teala естуші, көруші. Мираж саяхаты жайында басқа сөйледі Allah Teala айтады. Najm сүресінде وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى وَلَقَدْ رَآهُ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Осы аятта да сөйледі Allah Teala осы Мираж туралы айтады. Осы жерде біз көп аяттарды көрді. Раббымыз сол Миражда саяхат жасаған кезде. Имам Азам Абу Ханифа рахматуллаху алейхи мынандай сөздерді айтады. Аль-хикаяту ани-салихина ва махасинихим ахаббу илайя мин касирил фикх. Осындай салихалы адамдар, ізгілер туралы пайғамбарлар, елшілер және басқа да сахабалар, таби, имам, ғалымдар туралы хикаяларды есту, тыңдау мен үшін көп фихтің тыңдағаннан артық. Көп деген білімді фихтің көн ілімнен тыңдағаннан гөрі осы хикаяттарды есту, тыңдау ізгілер туралы сол мен үшін артық абзал. Бұны имам Азам айтқан кезде, бұны айтқаны бұған дәлел Құранда Allah Teala айтады. Улаика аллазина хадаллаху фабихудаху мухтади. Осылар Allah Teala тура жолға салған, хидаят берген. Соларға ер, олардан үлгі ал. Yani Allah Teala айтады осы пайғамбарлар, елшілер, басқа да салихалар, пенделерге Алла тура жол берді, тура жолға салды, соларға ер және олардан үлгі ал деп Allah Teala айтады. Оларға еру үшін, үлгі алу үшін солар туралы есту, оқу керек, білу керек. Олардың халдер қандай болды, жүрістер қандай болды, сол арқылы соларды үлгі алады мұсылман адам. Және басқа да Allah Teala аятта айтады: "Вакуллан нақуссу алейка мин анбаи русули ма нусаббиту бихи фуадак". Және сондай саған әрбір елшілердің, пайғамбарлардың хабар жайында айтамыз. Сол хабар арқылы елшілер туралы сенің жүрегіңді мықты қыламыз. Иманың күшті болады, жүрегіңді беріп мықты болады. Солардың хабарлар есту арқылы. Өзі дағуаттың екі түрі болады. Дағуат сөзбен айту және іспен, халмен адам біреудің халіне қарап, жүрісіне қарап, сол дағуат етіп жаңағы соған иман күшейтеді және көп нәрсені үйренеді. Мираж саяхаты жайында мынандай нелер әртүрлі сахабалар арасында, ғалымдар арасында пікір талас болды әртүрлі. Осы рухымен ба, рухымен денемен бірге ма, сонда көпшілік ғалымдар айтты екен, Мираж саяхаты Мешід Харамнан Меккеде Месжид-ул Аксаға Палестинада саяхат болған денемен, бір түнде денесімен және рухымен бірге болған саяхат. Оған дәлел ретінде мына Құрандағы сол аятты келтіреді, сол сүредегі биабди. Ғалымдар айтады, биабди деген қол деген сөз ол адам денемен рухына да айтылады. Рухымен ғана айтылуы мүмкін емес. Және бұл Мираж пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үлкен мұғжизасы, үлкен мұғжизалардың біреуі. Содан ол егер де жай рухымен болса, онда ол мұғжиза болмайды деген. Үстінде жай рухымен ұшса, сонда денесімен ұшқаны сол кезде нағыз сол мұғжиза болды. Өйткені арабтар олар сол Меккеден Месжид-ул Аксаға дейін жету үшін 2 ай кетеді, барып келуге. 1 ай барады, екінші 1 ай қайтады, сол 2 ай кетеді.
Және осы аятта да Алла Тағала пайғамбарымызды саллаллаху алейхи ва саллям құрметтеп осындай атымен айтады: «Биабди», құлы дейді. Құлы өз құлынды саяхат еттірді. Соны құл деген сөзді бұл үлкен абырой ат деген лақап құл бұл. Неде айтылады: «Ашхаду ан ла илляха иллаллах ва ашхаду анна Мұхаммадан абдуху ва расулуху». Алладан басқа Құдай жоқ екенін куәлік етемін, және Мұхаммед Алланың құлы әрі елшісі екенін куәлік етемін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям басқа хадис шарифінде де мені мақтамаңдар, мені қатты көтермеңдер мақтау. Қалай насранилер Иса пайғамбарды, Иса Мариямды қалай көтергендей мақтағандай, солай мені көтермеңдер мақтау. Құлу Абдуллахи ва расулу. Айтыңдар, Алланың құлы және оның елшісі деп айтыңдар. Және Алла Тағала басқа да аяттарда осының пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям абд, құл деген атымен, абырой атымен соны атайды. Бір жерлерде бір құлына уахи етті, өз құлына Алла Тағала уахи етті. Және Абдулла тұрған кезде, орнынан тұрған кезде осындай да аят. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Алла Тағала Мұхаммед пайғамбар орнынан тұрып, қиямда намазға тұрған кезде дұға еткенде, сонда Абдулла деп Алла Тағала ат береді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Яғни бұл адам Абдулла Алланың құлы болған үлкен шарафат, үлкен абырой. Егер де Алланың құлы болмаса адам, ол басқа бір деген құлы болады. Ол өзінің бір адамдардың құлы болуы мүмкін, нәпсінің құлы, шахаваттың құлы болуы мүмкін, басқа да әртүрлі басқа нәрсенің құлы болады. Бірақ Алланың құлы болған адам, ол нағыз сол абыройға қол жеткізген адам. Сондықтан пайғамбарымызды саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тағала осылай Абдулла деген көп жерде Абд деген атымен атайды Құран кәрімде. Осы Миғраж саяхат алдында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көп зиян көріп, көп бейнет көрген Меккеде жүргенде. Аллахтың дініне шақырамын деп, дауа жасаймын деп, сол біраз адамдар қарсы келіп, құрайыштар, арабтар соған көп зиян келтіреді. Және тура сол Миғраж алдында Хадиша радиаллаху анха қайтыс болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осындай қайғырып жүрген кезде, қатты қиналып жүрген кезде Алла Тағала осындай жұбатып, және осындай Миғраж болған сапарды соған нәсіп етеді, соған саяхат етеді. Осы неде Миғражда барған кезде, Масжид Ақсаға барған кезде, Палестинада, бұл жерде тағы ғалымдар бір мағына шығарады, үлкен мағына бар. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, үш мешітке ғана сапар, арнайы сапар, құлшылық ету үшін қажылық сияқты үш мешітке ғана адамдар арнайы шығады. Соны жаңа айтқанда, сол мешіт Харамды, Меккедегі және Мединада пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мешіті, Масжид Набауи және Палестинада Масжид Ақса дейді. Осы үш мешітке ғана жасалады екен. Зиярат арнайы құлшылық ретінде баратын осы үш мешітке. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол кезде, қиналған кезде Миғраж алдында, Миғраждың сапар алдында мынандай дұғаларды айтып жүреді: Аллахумма инни ашку илейка дафа қуввати. Я Алла, саған өзінің әлсіздігімді шағым етемін. Ва қиллата хилати, және өзінің айланың аз болған адамдар, айла құрайыштардың несіне зиянына ешқандай төтеп бере алмай, қарсы ешнәрсе қолынан келмейді, соған саған шағымданамын. Және адамдарға сол арабтарға қор болғанымды соған шағым етемін саған Алла Тағала. Анта раббул мустадъафина ва анта рабби. Расында сен әлсіздердің, әлсіз болғандардың құлдарының Раббысың, және сен менің Раббысың деп сондай дұға айтып жүрген. Шариғат бойынша шағымдану Алладан басқа біреуге шағымданған дұрыс болмайды, тек қана Аллаға шағымдану деген ол жерде құлшылық сауап болады. Яқуб алейхиссалам да солай қиналған кезде дұғада да: Иннама ашку басси ва хузни илаллахи ва а'ламу миналлахи ма ла та'ламун. Өзінің қайғымды
Осы Мираж саяхатында Алла Тағала көп аяттарды белгілеп әртүрлі көрсетті пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам. Соның ішінде үлкен бір не болды, мынандай керемет болды нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түнде Жибрил алейхиссалам алып кеткенде, Ақсаға келгенде мешіт толы пайғамбарлар, елшілер қарсы алады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сонда сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бүкіл пайғамбарларға, елшілерге имам болып намаз оқиды. 2 ракат намаз имам болады пайғамбарларға. Осы елшілерге имам болуды, солармен жамағат оқуда 3 мағына бар. Керемет мағына бар 3. Олар бірінші мағына бүкіл пайғамбарлардың діні бір екен. Бүкіл елшілер бір ана дін. Ислам діні ол бөлек дін емес, сол бүкіл пайғамбарлар елшілердің діні екен, сол дәлел екен. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бүкіл елшілерге имам болып намаз оқиды сол мешітте. Және екінші мағына пайғамбарымыз имам болғанда мағынасы бұл дін соңғы дін екен, және Мұхаммед пайғамбар соңғы пайғамбар, одан кейін пайғамбар болмайды, және ешқандай елші де болмайды екен. Имам болғанның сол екінші мағынасы пайғамбар саллаллаху алейхи кейін тағы пайғамбар және елші болмайды. Үшінші мағына ол пайғамбар саллаллаху алейхи имам болғаны басқа елшілерге. Бұл мұсылман үммет екен де басқа миллеттерге, басқа адамдарға да имам екен мағынасы білдіреді. Яғни мұсылмандарда сондай пайғамбар саллаллаху алейхи қалай пайғамбарларға имам болды, мұсылмандарда басқа миллеттерге, соларға да имам болады. Егер де өздерінің діндерін дұрыс ұстаса, егер де Алла Тағала Құран кәрімде айтқаны куәлік етсе, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Сендерді орта ұстайтын үммет еттік. Сендер адамдарға куәлік ету үшін, хақ дінді дұрыс ұстау арқылы, дұрыс иман келтіру арқылы куәлік ету үшін, және пайғамбар ертең қиямет күнінде сендерге куәлік ету үшін, куәгер болу үшін мұсылмандарға Алла Тағаланың дінін толық дұрыс ұстап екенсін куәлік етеді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Енді бұрындылар мағдуби алейхим ашуға ұшырағандар, олар Алла Тағаланың адамға ұқсап кетті, ұқсатып жетті. Олар құдайлары адам сияқты. Ал ғалин адасқандар олар адамды құдайға ұқсап кеткен, ұқсатты. Олар Иса пайғамбар, Мариям алейхиссалам және Құдай ұқсатып, сонда Құдай қылдылар. Ал ислам діні осының бәрі таза дін, пайғамбар сол үшін Алла соңғы пайғамбар жіберді, адамдардың адасудан тура жолға шығару үшін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол Миғраж түнінде көп нелерді көреді, әртүрлі көріністер көреді. Соның ішінде әртүрлі адамдардың жазаларын көреді. Біреулер көреді, бастарында таспен жарады, қайта бастарын таспен жарған көреді. Сонда кейін ол не нәрсе айтқанда, олар сондай намазды оқымайтындар, намазға шақырған кезде намазды оқымай жүргенде, тастап жүргенде намазды, солардың бастарын қайта таспен жарған. Және бір кезде бір кезде сондай адамдарды көреді Миғражда. Мал сияқты өзде жайылып жүрген, жалдар мал сияқты жайылып жүріп, тікенегі бар шөпті жеп атқан мал сияқты адамдарды көреді. Олар зекет бермейтіндер, Алладан парыз еткен зекет бермейтіндер. Және басқа да әртүрлі сондай адамдарды өсиет қылатын, намыстарына тиетін соларды көріп, олардың жазаларын көреді екен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сонда осы жазаларды былай бұрын вахи арқылы көрген, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам білген вахи арқылы, аят хадисте осында күнәһарлардың жазасы осындай бұрын естіп біліп жүрген. Ал сол Миғраж саяхатында пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оны өз көзбен көреді екен. Сонда мин айлмил яқин иля айнил яқин, нақты білімнен, нақты көзбен көрумен соны көреді екен, жазаларды, күнәһардың салдарын жазасын көреді. Және осы Миғраж
саяхаты сол саяхат үлкен сынақ болды біраз адамдарға. Кейбір әлсіз иман келтірген адамдар сол кезде күмәнданып қалды. Риуаятта келеді, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям түнде Меккеден Масжид Ақсаға ұшқаннан кейін, барғаннан кейін саяхаттың таңертең Умму Хани сахабаға айтады екен, әйел сахабаға айтады екен, осындай саяхат еттім, Миғраж туралы айтып жатқанда Умму Хани сахаба радиаллаху анха айтады екен, оны айтушы болмаңыз ешкімге бұны айтпаңыз, ұят болады, адамдар мазақ қылады ешкім. Умму Хани өзі сенбей тұрады, онда айтушы болмаңыз ешкімге. Сонда бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтамын, бәрін елге жаям айтамын, Миғраж еттім, түнде бір Меккеден Масжид Ақсаға барып келдім. Пайғамбарға ештерге имам болдым, әртүрлі нақарлар жазаларын көрдім, сонда көріністер. Және сол намаз парыз болды сол кезде, сол Миғражда, намаз 5 уақыт намаз. Сол кезде Құрайштарға айтқан кезде, Құрайштар соны өздерінше мәз болып, міне жаңағы енді дәлелді емес екен, Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өтірік жалған екен, елдерге бәрі жаю бастайды. Сол кезде Абу Бакрға келіп айтады, досына, радиаллаху Абу Бакр Сиддиққа келіп айтады, осы сен естідің бе, сен досын осылай айтып жүр дейді. Меккеден бір түнде Масжид Ақсаға Палестинаға барған екен. Соған не айтасың? Сонда Абу Бакр Сиддиқ радиаллаху анху айтады екен, инкана қад қала фақад садақ. Егер де ол айтса солай, ол шын айтады, өтірік айтпайды. Мен оған сенемін, толық сенемін. Егер солай айтса, мен одан да артық нәрсеге сеніп жүрмін күнде. Мен күнде оның уахиге сенемін. Ол уахиді, Құран, хадистерді айтып жатқан кезде уахимен мен соған сеніп жүремін күнде. Мен неге бұғанда да сенбейді? Солай сенеді екен. Осы жайда Алла Тағала Құран Кәрімде аят түседі. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Және шындықты әкелген Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям шындықты, осы Миғраж туралы айтқан шындықты әкелген. Және وَصَدَّقَ بِهِ оған сенген, растаған Абу Бакр радиаллаху анху сахаба Сиддиқ соны растаған, осылар нағыз тақуалар деп Алла Тағала аятта айтады. Осы Сиддиқ дейтін аты Абу Бакрға беріп осы оқиғадан кейін берілген. Өйткені ол растады, осындай сынақ болғанда біреулер күмәнданған кезде Абу Бакр күмәнданбай бірден соны растайды екен хабарды. Сол кезде олар бір ай бару, бір ай қайту деген, 2 ай кететін жол қалай деп, сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тағаладан сұрап, сол бәрін несін толық сипатында несін сұрайды, сипаттауды. Масжид Ақсада, Байтул Мақдисте. Сол кезде Алла Тағала көрсетеді екен бүкіл сипатын Масжид Ақсада күндізгі өткен. Түнде барған ол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Соны көрсетеді, толығымен сипаттап береді қалай Масжид Ақса. Және жолға керуенді келе жатқан бір керуенді де соны сипаттайды. Осындай бірнеше уақытта жететін соны да айтады екен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сол Миғражда бір құлшылық, сол ғана Миғражда парыз болған, ол 5 уақыт намаз. Сол кезде Алла Тағала парыз еткен кезде 5 уақыт намазды. Бірінші 50 намазды оқуды парыз еткенде Мұса алейхиссалам сұрайды жолда. Не Алла Тағала Раббы не парыз етті? Сонда 50 намаз айтқан кезде Мұса алейхиссалам мен өзі қауымды көрдім, Бани Исраил, олар шамасы келмейді, сіз барып Алла Тағаладан қайтадан сұра, жеңілдік етсін, 50 намазын азайтсын. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қайта айда барады, сол 5 намазға дейін тірелгенде Алла Тағаладан 5 намаз, бұдан сөз өзгермейді, енді бітті 5 уақыт намаз, 50 намазының сауабы болады. 5 уақыт намаз, 50 намаз болғандай сауап алады. Сол кезде де қайтқанда Мұса алейхиссалам тағы да жеңілдік, Мұса пайғамбар, бұл 5 уақыт намаз қиын болуы мүмкін, тағы да деп сұраңыз, одан да аз болсын. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, мен ұялдым, Раббымнан ұялдым, қайта барып сұрауға. Осылай пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям 5 уақыт намаз осы дейді Миғраж түнде сондай парыз болған. Мұсылман сол кездегі жаңа айтқандай бір басында ғалымдар, сахабалар қалай әрбірде
басқа пікір болды, неде денесімен ба, рухымен ба ұшқан, соң көбісі денесімен деп айтады, сол дұрысы дегенмен, сол сияқты сол Миғраж түнінде Алла Тағаланы көрді ма, көрмеді ма деген соған да әртүрлі көзқарас болған сахабаларда. Ибн Аббас сахаба радиаллаху анху Алла Тағаланы көрді деп айтқан екен. Миғраж түнінде пайғамбар саллаллаху көрді деп айтқан екен. Ал Айша радиаллаху анха айтады, жоқ көрмеді дейді. Өйткені мен арнайы оны сұрадым, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, нурун анна арау, Алла Тағала нур, оны қалайша көремін мен, қалайша көремін. Содан жаңағы Ибн Аббастың сөзінде ғалымдар енді мағынасын келістіріп былай дейді, жүрекпен көрді, пайғамбар саллаллаху жүрекпен Алла Тағаланы көрді Миғраж түнінде. Және сол ғалымдар айтқандай, бұл дүниеде тіршілікте пенде бұл дүние тіршілігінде, дүниеде Алла Тағаланы ешкім көре алмайды, көру мүмкін емес. Тек қана ақирет күнінде көре алады. Ақиретте Алла Тағала адамдарға басқаша жаратылыс береді, жаратылысы өзгереді. Қабілет сондай лайық түрде Алла Тағаланы көретіндей жасалады, сондай жаратылыс. Сонда әр пенде Алла Тағаланы көреді. Алла Субхану ва Тағала Құран кәрімде айтады: «Уджухун яума идин назира, иля раббиха назира». Олардың жүздері, олар Раббыларына қарап ақирет күнінде жүздері қуанышта мен шаттықта, соған қуанып, Аллахын көргеннен қуанышта болады адамдар жүздері, мұсылмандар. Бұл ақирет күнінде сол Аллахын көру үлкен сауаптың, ең түрі үлкен сауаптың соңында айтылады. Аллахын көрген жүзін ең үлкен сауап екен, ақирет күні ол саналады. Содан жаңағы осы жерде біз көрдіңіз ба? Неде сахабалар кезінде сол ғалымдар арасында әртүрлі пікір болды осындай мәселеде, маңызды мәселе, жаңа Алла Тағаланы көрді ма, көрмеді ма? Жаңа сол кезде Айша айтады, ол кезде періштені көрді дейді. Алла пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, періште алейхиссалам, Жебраил алейхиссаламды көрді. Осыны әртүрлі Ибн Аббас былай десе, бұл жерде үлкен мағына, бір мағына бар, маңызды. Өйткені кейбір мұсылман балалар бар, келтіріс келеді, тек қана сахабалардың, имамдардың, ғалымдардың, сүнни ғалымдар бір ғана пікірін алып, сол ғана дұрыс деп, солай ғана деп, сахабалар бұлай ғана болды деп, осындай алдына тартады, сосын адамдарды шатыстырады мұсылмандар. Өздерінің несіне, жаңа бәрін кіргізуге, соның өз пікірлеріне бәрін соны әрекет жасайды. Және бұрын келе жатқан дәстүрлі қаншама ғалымдардың несін, сахабалардың алып жүрген ілімді сол жоққа шығарып, жоюға әрекет жасайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис шарифінде ол жайында да айтады: «Асхаби кан нуджум биай мухтадайту ихтадайту». Менің сахабаларым жұлдыздар сияқты. Қайсына да ерсеңдер, қайсын несін алсаңдар, тура жол табасыңдар. Бәрі қайсын алсаң, тура жол табасыңдар. Осы дәстүрдің 4 мазхабы бар. Бәрі осымен бұрын неше ғасыр болып осылай келе жатыр. Бәрі сол сахабалардың әр мазхаб, әртүрлі сахабадан несін алды, риуаят. Және солар ішінде тек қана мынау ғана дұрыс, басқалар қатеге шығару деген сондай әрекет жасайды біреулер. Дұшпандардың несіне, пайдасына, ислам, мұсылмандар сол үшін бір-біріне жаңа ауызбіршіліктен айырылып, бір-біріне жоқ жерден дауға кіреді. Жай ғана ғалымдар арасында, бүгінгі ғалымдар арасында пікір талас болған нәрсені басқа нәрсеге айналдырып, мұсылмандардың ішінде мынау ғана нағыз мұсылман, басқалар бәрі дінді дұрыс ұстамайтындай шығарып, сондай жәтке салумен жүрді ол адамға. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы мұғжиза, үлкен мұғжизаның, ең үлкен мұғжизасы ішінде қандай не бар? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бүкіл адамдарға елші екен дәлелдейді. Өйткені бүкіл елшілер, Иса пайғамбар, Мұса пайғамбар алейхиссалам, Ибраһим алейхиссалам, бүкіл елшілерге имам болады. Бәрі соны мойындап, сонда айтады екен: «Мархама бибн Салих ва набиса». Қош келдің салиқалы, үлкен пайғамбар, салиқалы бала деп Ибраһим алейхиссалам ұрпағы, немере салиқалы елші деп сондай мархабан қош келдің деп қарсы алады. Сол кезде сол имам болғаны дәлел
бүкіл адамзатқа Мұхаммед пайғамбар жіберген. Алла Тағала осы жайында Құранда айтады: "Уама арсалнака илля рахматан лил аламин", сені бүкіл әлемдерге мейірім ретінде жібердік. Бүкіл әлемдерге, мұсылмандарға емес, бүкіл адамдарға мейірім ретінде, рахмет ретінде жібердік. Осы ислам діні егерде осындай мейірім бүкіл адамдарға жүрмесе, егер мұсылман емес, яғни сол адамдар дінді сол дұрыс пайғамбарына келген шариғатты дұрыс ұстамаған белгісі. Ми'раж түнінде үлкен нелерді адамдарды сол хадис, ұзын хадис, сол кезде өзі ғалымдарды неде айтып жатқанда, нелерді солар осы Ми'раж туралы уағызды хұтпалар тыңдаған кезде оларды анау хадистің көбісін айтпайды, өйткені оны өз Ми'раж туралы хадисті оқып алыңыз, сол кезде көп нелерді айтылады. Әртүрлі көріністер, қалай әртүрлі күнәһарлардың қандай жазасы болады екен. Сол жазаларды көрсету арқылы пайғамбар саллаллаху алейхи сипаттап, осындай әр күнәнің қандай жазасы болады екен. Сол арқылы Алла Тағала адамды сақ болсын деп, өз нәпсіден сақ болсын, және өз иблистен, шайтан мауығынан алған қалмасын, шайтан азғырып, оны күнәға батырмасын, және дүниеде шахауаттардан, әртүрлі шахауаттардан сақтанып жүрсін. Осы Ми'раж түніндегі осы неде көріністер туралы Алла Тағала соны қалайды. Деген әртүрлі жаза, артта жаман жазасынан сақтану үшін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мынандай неде құлшылық жайында айтады, неде уама неде ад-дуау мухул айбада. Дуа жасау айбадаттың негізі. Дуа ету құлшылықтың негізі. Алла Құран кәрімде айтқан кезде уама халақтул джинна ва инса илля лиябудун, мен адамзатты және жын әлемді маған құлшылық ету үшін, айбадат ету үшін ғана жараттым дегенде, осы айбадат құлшылықтың мағынасы Алла Тағаланың разы болатын істерді істеу, Аллаға разы болатын істерді жасау, және Аллаға разы болмайды ашуын келтіретін тыйым салған нәрсені жасамау құлшылықтың қысқаша мағынасы. Парыздарды орындау, күнә харам нәрселерді жасамау, осындай нелерді. Ғалымдар оны неде шариғатта бізге соны бәрі белгілейді. Мына парыз, мынау сүннет, мынау бекітілген сүннет, мынау мұстахаб, мынау мубах дейді, макрух, бәрі сол бізге сол ғалымдар арқылы келеді. Оны белгіленген нәрсе. Қайсың нан істесең сауабы болады, нан істемесең мысалы мубах істесең сауабы да жоқ, күнәсі да жоқ. Осындай бәрі нені көрсеткен бізге ғалымдар. Және бұл ғалымдардың несі әртүрлі өз нелері. Бірдей болмайды. Жаңа айтқан төрт сақалы өздері әртүрлі жаңағыдай болғандай, ғалымдар да әртүрлі бол. Соны жаңа айтқандай кейбірлер бар, соны бір ғалымдар қаны дұрыс, басқалар бәрін тоққа шығарып, сонда әрекет жасап жүр екен. Мұсылман арасында жаңа ауызбіршілікті бұзып жүр. Имам Малик осыған нәже жастарымыз бар, көп жұма намазға қатысып жүретін, аптасын бір рет келетін. Осы сөзді есімізге түсірейік, өткен еске түсіру кейбір нәрселер бұл пайда келтіреді. Ғалымдар айтады, қайта айтылған нәрсе ол жақсы есіне қалады, адамның есіне. Бекім болады, берік болады. Имам Малик, рахматулла алейх, бұған Харун Рашид келген кезде бір мынандай ұсыныспен келеді. Имам Малик, мен сізді өте жақсы көремін. Сізді нағыз ғалым деп санаймын. Сіздің Мәдинеде тұрып осы жазған неңізді, ғылымыңызды, масқар несін фатуа, сіздің жинаған бәрі кітабыңызды жазған. Мен шештім, бүкіл қалаға мұсылман мемлекетке бәріне әмір беремін. Бүкіл нұсқа жібереміз, бәрі имам Маликтің несімен жүрсін. Имам Маликтің нағыз сол діні дұрыс сол үшін, нағыз дәлелді солай мен оған жаңа әмір етемін. Соны шештім. Имам Малик ибн Анас рахмат сол кезде олай етуге болмайды. Сұлтан жаңа, олай жасаған дұрыс емес ол жаңа. Дін бойынша жаңа дұрыс емес. Неге? Деген соң мағынасын түсіндіреді. Себебі әр қалаға пайғамбар саллаллаху алейхи сахабалары көшті. Әр қалада жаңа мұсылман қалада сахабалар келді. Әр сахаба өзінің сол қаладағы шәкірттерді тәрбиелеп қалдырды. Ғалымдар шәкірттер бар. Куллун юхазу ва юрадду. Әрбір ғалымның сөзі алынады және алынбайды да бар. Әр ғалым қандай ғалым болса сөз алынатын сөзі бар, алынбайды да сөзі бар. Илля сахиб азар қабір, тек қана мынау қабірдің иесі Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Басқа ғалымдар бәрі де бірдей де мағынасы. Ондай мені басқалардан артық қоюға болмайды деген несінде айтады.
Өйткені мен де пендемін, олар да пенде. Оларда менде де бір жақсы керемет нәрсе болса, оларда да сонда керемет нәрсе болуы мүмкін. Менде де қателігі бар нәрсе, оларда да қателігі бар. Сонда бұл жерде кейбіреулер мынау толық мына шындықты жеткізбейтіндер бар, айтпайды толығымен. Осы сөзді өзі дұрыс түсінбейтіндер, сол сөзді өзі дұрыс мынандай сөзді дұрыс түсінбейді. Ол жерде бір мағына қандай? Мысалы бір ғалымдар, басқа бір ғалымдар несін қателігін шығарып жатқан кезде, ол ғалымдар өздері де пенде. Көрдіңіз ба? Ол барады ана жерде мынаны алу керек, мынаны бүйту керек, мынау дұрыс, мынау қате дегенде сол айтып жатқан адам ол кім? Ол пайғамбар ма? Ол пайғамбар емес. Ол да бір ғалым. Ол ғалым басқа бір ғалым қателігін шығарып отыр. Сондықтан ешқандай бұл жерде несі жоқ, оның артықшылық анадан несі жоқ. Соны біреулер соны бауырлап түсінбейді. Өздерінің ғалымдарын ғана дұрыс деп санап отыр. Басқаларының ғалымдарын несін қате деп санап отырсын. Бұл жайында үлкен ғалымдар кітаптарды жазған, орта ғасырдан бастап жазған кітаптар қазіргі заманда да, бірақ оны сол біреуге жеткен бетте де ол нәрсе мойындауы қиын болады. Өйткені неде бұндай жолға түскен адам артынан өзінің қателігін мойындау, менікі дұрыс емес, соны не істеу, адам несін істеу өте нәпсі жібермейді, пендешілік оған жібермейді. Оның өзі ғалымдар соны ашық сөз тарихты сол үшін келтіреді. Тарихта өзі ғалымдар болды, өте ықыласты ғалымдар. Олар сонда қателіктерін түсіндірген кезде, дәлелдеген кезде олар мойындап, сол кезде болды, түсіндім, қайттым мен өзім мына кішірейіп қаламын. Маған дейді, идан аржи уана сағи, мен кішірейіп қалайын. Мен дұрыс нәрсе, шындықты мен артта қалайын. Ешқандай неден бәрі жаман ойласа да, бірақ жаңағыдай мынада қате нәрселерде соған жабысып қатайып, ондай маған керек емес нәрсе. Бұл жерде тағы бір қателік жіберетін қандай нәрсе қателік оның жаңа. Ол ақиқатты іздеп жүрген адам өзінше шындықты іздейді, ананы тыңдайды, мынаны тыңдайды, әждей естейді. Ол ойлайды, мен жаңа бір шындықты таптым деп ойлайды. Мына хаққа жеттім, көзім ашылды, бәрін білдім деп ойлайды. Бұл жерде қателеседі екен ондай адам. Оны жаңа қайдан білеміз? Омар ибн Хаттаб радиаллаху сөзінен белгілі болады. Омар ибн Хаттаб радиаллаху Абу Муса аш-Шариға хат жазған кезде сахабаға хат жазады. Және ақиқатты әрдайым іздеу керек. Ақиқат ол ескі нәрсе, ол жаңалық емес. Қадим ескі ол. Оны дейді, жаңалық сияқты қабылдауға болмайды. Бұл жерде қандай қабылдау? Бұл жерде жаңалық сияқты. Өзінше ойлайды, жүріп адасып жүрдім, мен дұрыс жолды таптым деп ойлайды екен. Ол ақиқат іздесе, ол шыға береді, шыға береді. Үлкен ғұламалар, сүнниттер, олар өзі ақиқат қартайғанша іздеп жүрген, өзгеріп жүрген, бұлай өзгеріп жүрген. Қазіргі кезде үлкен бір ғалым бар, Алла разы болсын, қазіргі заманауи ғалым. Сол кісі жас кезіндегі айтқан сөзі қазір қартайған кезде өзгерді. Оған жаңағыдай біреулерді тиісетіндерді айтып жатады, сіз неге өз басқаша қазір сөйлейтін болғансыз? Жас кезіңізде басқаша сөйлеп жүргенсіз. Онда енді мұсылмандарға ақиқатты іздеу керек қой. Мен бұрын білетін сол болды. Енді мен ғылым жолында жүргесін әсер етсем міндетім оны соны іздеу, ақиқатты толығымен шындықты іздеу. Менікі жаңағы бәрін білдім деп жүруге болмайды. Мен аяғына дейін іздеу керек. Сондықтан оған басқа ғалымдар, басқа жақтың өзі, оның мазһабына емес, өзіне басқа дінде жүрсе, соның қадірін біліп, соған алғыстарды айтып, хаттар жазған екен. Осындай ол ғалымға жаңа айтып жатқан кезде, осы сіз жаңағыдай бірдеңке неге осы нәрсені айта бересіз, мысалы ауызбіршілік туралы, неге осы туралы айтасыз бұл тақырыпты? Басқа тақырып неге айтпайсыз дегенде, ол жаңа ғалым айтады, қалай мен айтпаймын, егер бауырлар оны жаңағыдай проблема жасап жатса, егер ол ислам дінге зиян келтіріп жатса, егер олар мұсылман арасында қасиет ауызбіршілікті соны бұзып жатса, мен қалай оны айтпаймын, мен оларға міндетін түсіндіру деп айтады екен. Бірақ сол ғалымдар айтады, ниеттер түзу болса, шынайы ықылас болса ғана адамдар қабылдайды екен. Содан бізде қорыт мағынасы жастарға мына жерде насихат. Егер сіздер ертең ондай жолға кірсеңіз бірдеңе, ертең шығу өте оңай болмайды. Өйткені ол үшін үлкен ғалым несіне жету керек. Ананы ажырып түсіну керек мағынасын толығымен. Және үлкен жүректің тазалық болу керек, ықылас. Аны мойындау үшін қателігі. Сондықтан
ғалым емес адам қарапайым мұсылманға өзінше кішіпейіл жасау өзі исламның үлкен бір несі қасиет кішіпейіл болу. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис шарифінде айтады: мұсылман көркем ұстаған белгісі өзіне қатысты емес нәрсені тастау, қатысты емес нәрсе тастау деген осындай нәрсенің жағына үкім етіп, мыналарды дұрыс, мыналарды қате, осылардың несі бір кітап тауып, соны кітап оқып, сосын салыстырып, енді ол жаңағы нәрсені толығымен жай қарапайым түсіне алмайды. Сондықтан осында сақ болайық, құрметті мұсылман жамағат, Алла жұма намазын қабыл етсін.